Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оливье салатының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен қажетті заттарымыздың барлығын қайнатып, дайындап алдым, сыртын ашып, ал енді картошкамызды кубиктап турауға кірісеміз. Достар, менің видеомды соңына дейін қараңыздар, ешқандай құпиясын қалдырмай бөлісетін боламын. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Және де менің арнамда цезарь салатының жасалу жолымен бөліскен болатынмын. Ол видеомда да өтіп көрсеңіздер болады. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерге сілтемелер қалдырып кетемін. Өзіңізге қажетті сілтемелер, видеолар болса өтіп көрсеңіздер болады. Сәбізімізді де осылай 4 бұрышты қылып турап шығамыз барлығын. Инстаграм парақшамды да қалдырып кеттім достар, ол жаққа да тіркеліп алсаңыздар болады. Ол жақта да қажетті рецепттермен бөлісіп отырамын. Кез келген рецепті жасап көріп, комментарий бөліміне пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады достар. Ол мен үшін өте маңызды. Енді жұмыртқамызды да осылай 4 бұрышты қылып турап аламын. Колбасамызды да осылай 4 бұрышты қылып турап аламын. Достар, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Мен вареный колбаса қостым. Достар, менің келесі видеомды жіберіп алмаңыздар. Редискадан жасалған витаминге толы салаттың жасалу жолымен бөлісіп кететін боламын. Огурцымызды да осылай турап аламыз 4 бұрышты қылып. Өте дәмді, керемет болып шықты. Қанша рет жасасақ та оливье салатынан ешкім шықпайды. Барлық мейрамдарда осы салат бізде жасалынады. Өте дәмді, барлығына ұнайды. Барлығын турап, дайындап алдым. Енді үстіне майонезімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Горохымызды да қосып алдым. Бізде ыдысымыз кішкентай болғандықтан үлкен ыдысқа ауыстырып алдым. Үстіне кішкене шым-шым тұзымызды қосып жібереміз. Жақсылап араластырып аламын. Өте дәмді, керемет болып шықты достар, жасап көріңіздер. Менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Алдағы уақытта да витаминге толы салаттардың жасалу жолымен бөлісіп кетемін. Видеоларымды жібермей қарап отырыңыздар. Арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Сандуғаш. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.